Құрметті көрермендер, қазір біз Eurovision Book Fair'да, яғни кітап фестеміз. Сіздерге керемет жаңалығымыз бар. Мінекей, қарасаңыздар, бізде жаңа ойын дүниеге келді. Міне біздің ойын авторы. Күн баршаңызға. Қуырмаш отбасылық балалар дамыту ойының ерекшелігі баланың қазақ тіліндегі сөздік қоры, зейінділігі есте сақтауын артуға жазылған ойын. Ойын 64 ойын картасынан тұрады. Әр ойын картасының артында мақал, мәтел, жаңылпаш, жұмбақ, санамақтар бар. Баланы қазақша сөйлету үшін атана атсалысайық. Бас бармағың атаң, құрметтеу оны ботам деп баспыза бармақты атаға енгізгенбіз. Балан үйрек әжең, ортан терек әкең, шылдыр шүмек анаң. Міне, кішкентай бөбек бала. Қуантатын көзіміз, бәріміздің тілеуін тілейтін баламыз. Осы балаларымызды кітап оқыта алмаймыз, бірақ ойын арқылы дамыту керек. Қазір қоғамда ең үлкен мәселе ата-ана мен баланың арасындағы байланыс адырап бара жатыр. Ата-ана балаға телефон береді, бөлмеге кетіп қаламыз. Бірақ біз ойын арқылы баламен бірге ойын ойнап баланы дамытуымыз керек. Баламызды үйретейік, атсалысайық. Ережесін түсіндіріп жіберсең. Ережесі. Ойын шарты қазір. Ойынның ережесі. Ойынның 2 шарты бар. Әріп танымайтын 2 жастан 5-6 жасқа дейін балаларымыз бар. Солар 3 жады: есту, айту, көру. Осы жады арқылы сөздік қорын суреттер арқылы дамытамыз. Және мына текшені тастап, мына ойын алаңында, міне, өте ыңғайлы, өзіңізбен бірге жолға салып аласыз. Ойынның алаңында жүріп отырады. Мысалы 6 сан түсті. Ойын басы 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бізде түйе түсті. Түйені мына жерде ойын алаңында іздеп тауып аламыз. Міне. Түйеге қандай сұрақ қоямыз? Бізде көбі қателеседі. Мынау кім деп айтады? Қазақта еш уақытта жануарға кім деп айтпаған. Бұл не? Және осылай арқылы келесі адам осылай жалғастыра береді. Ал әріп танитын балалар, екінші шарт, әріп танитын балалар артындағы мақал, мәтел, жаңылпаш, жұмбақтарды жаттап үйренеді. Сөйтіп сөздік қорын арттырады. Бізде қуырмашты әжелеріміз әр саусақты басып отырып, баланың денсаулығын қадағалаған. 2-3 жастағы балаларға қуырмаш деп, мұнда санамақ, қуырмаштың түрлері бар. Соны балаларға айтамыз. Мысалы, мына жерде қараңыз. Қуырмаш, қане балам зейінаш. Мына жерде атасы бар, мына жерде анасы бар, әкесі бар, мына жерде ана. Бәрін өстіп айтып, мына жерде өзің бар, мына жерде күлкінің көзі бар деп қытық деп күлдіреміз. Ал қытық деген сөз балаға нейронный сигнал. Мына жаққа сигнал барады, миға ұйқыдан оятамыз, сергіту баланы бір сөз айтқанда. Осындай ойын шарты осы.